жүрек төрінен орын алған теңдессіз тұлға Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам өмірбаяны. Жалғасы. Жаңа өркениеттің қалыптасуы. Сөйтіп Мекке михрабқа, ал Мәдина мінберге айналды. Әзірет Адамнан бастап сол заманға дейінгі адамзат тарихының алтын кіндігі Мәдина қаласында жаңа өркениет қалыптаса бастады. Күн өткен сайын жаңа аяттар түсіп, ел-жұрт жаңа дүниелермен танысып, илахи ілімнен сусындап жатты. Исламның таралуына ыңғайлы сәт туып, иман еткендердің саны еселене түсті. Сондай-ақ әлеуметтік мәселелер де бастан аяқ қайта қаралып, адамдар арасындағы қарым-қатынастарда исламдық негіздер басшылыққа алынды. Бірде сахабалардың бірі Алла Расулына келіп, исламда қандай іс қайырлы деп сұрады. Сонда пайғамбарымыз, тамақ беруің және танитын танымайтын барлық адаммен сәлемдесуің деп жауап берді. Демек, ислам өркениетінің іргесі беру, қайырымдылық жасау, қайтарымын күтпеу және ел сенімінен шығу деген қағидалардың негізінде қалануға тиіс. Дегенмен, түпкі мақсат бұл емес. Түпкі мақсат Аллаға ұнайтын нағыз мұсылмандықтың үлгісін көрсетіп, оның разылығына бөлену. Сонда ғана надандық дәуірінен қалған келеңсіздік пен жамандық атаулының тамырына балта шабылмақ. Көршісіне сенімсіз адам жұмаққа кіре алмайды дейтін пайғамбарымыз, әрине жұмаққа кіруді армандамайтын жан жоқ шығар десек те, жұмаққа жетелейтін бірден бір жол Алланың разылығына қауышу екенін де ұмытпаған жөн. Сондықтан жанындағы көршісінің аш жатқандығын біле тұра, өзі тоқ жүрген мүміннің иманында үлкен кемшілік бар екені ақиқат. Нағыз мұсылман басқаларға қолы мен тілінен зәредей зиян тимейтін адам, деді бірде Алла Расулы. Қас дұспандарының өзі пайғамбарымызға амин деп лақап ат қойғанда, оған себеп болған осы айтқан мұсылмандық қасиеті емес пе еді? Әлбетте, Алла Расулының осынау көркем мінезді сахабаларынан да талап еткені анық. Сондай-ақ пайғамбарымыз бір хадисінде, кімде-кім өзі үшін қалаған нәрсені бауыры үшін де қаламайынша кәміл иманға қол жеткізе алмайды деген. Ендеше әрбір мүмін үшін ұмытылуға тиісті кәміл иманның шегі мен шыңы бар. Оған жетудің ең төте жолдарының бірі қолда барды бөлісуде. Жолдастарын өзінен артық санау, мұны тафани деп атайды. Пайғамбарымыз барша мүміндерді бір адамдай көрген. Сондықтан бір мұсылманның басына түскен қиындыққа өзге мұсылмандардың бей-жай қарамай алаңдау керектігін тілге тиек еткен. Алла елшісі мұсылмандар арасындағы бауырмалдыққа да үлкен мән берген. Мүмкін болғанша өзара ренжіспеуге шақырған. Бір-бірлеріңмен өштеспеңдер, қызғаныштан аулақ болыңдар. Мұсылманның мұсылманға 3 күннен артық ренжуі дұрыс емес. Мұсылман бауырына көмектескенге Алла тағала да ертеңгі ақирет күнінде және нағыз қиналған сәтінде жәрдем береді. Ақирет азабынан қиналып, көздерінен қан мен жас аққан уақытта мүмін құлдарын ұлы аршының көлеңкесіне алып, жандарын рахатқа бөлейді. Бұл дүниеде кісі айыбын жасырған пендесінің ақиретте күнәсін жасырып, кешірімшіл құлына өзінің шексіз мейірімін төгеді. Бұл жөнінде пайғамбарымыз былай дейді: мұсылман мұсылманның бауыры, оған зұлымдық жасамайды, оған жасалған қиянатқа ренжиді. Кімде-кім бауырына көмектесу үшін жолға шықса, Алла да оған көмектеседі. Кімде-кім бір мұсылманның қиындығын жеңілдетсе, Алла да ақирет күні оның қиындығын жеңілдетеді. Мұсылманның кемшіліктеріне көз жұмғандардың Алла қиямет күні кемшіліктерін жасырады. Жер бетіндегі күллі тіршілік иелеріне мейіріммен қарап, оларға қол ұшын созып, сүйіспеншілік танытқан жанға көктен рахымдылық жауары анық. Ендеше жарты құрма болса да садақа беру арқылы тозақ отынан сақтану қажет.
Ең болмаса жақсы сөз сөйлеу және жылы қабақ таныту арқылы да садақа жасауға талпыну керек. Ел-жұртты осылайша көркем мінезділікке тәрбиелеген Алла елшісі оларға күнделікті тұрмыстық мәселелерді шешу жолдарында үйретуді ұмыт қалдырмады. Өйткені дін ұсақ-түйек тұрмыстық мәселелерден бастап күрделі ғаламдық проблемаларды да түгелдей қамтып шешімін көрсететін ізгі жолдың айқын үлгісі екені анық. Мұнда күнделікті ішіп-жеуден, жүріс-тұрыстан бастап сауда-саттық істеріне, отбасылық өмірге, әлеуметтік мәселелерге қатысты үкімдер баяндалып қана қоймай, пенденің қоғам һәм жаратушы алдындағы міндеттері де айқындалып, екі дүниенің бақытына бөленудің көркем формулалары ұсынылады. Сондай-ақ мұсылман өмірінің әрбір сәті бүге-шүгесіне дейін таразыланып, баянды да бақытты өмір сүрудің тиімді жолдары көрсетіледі. Әйтсе де, тырнақ астынан кір іздейтін пасық адамдар хақ діннің осынау керемет қағидалары мен үкімдерін қатаң сынға алғандай, сендердің пайғамбарларың түпті дәретті қалай сындыру керектігін де үйретеді екен деп мұсылмандарды мазақ қылады. Бұған Салман әл-Фариси: әрине үйретеді, тіпті керек десеңіз дәрет сындырғанда құбылаға қарамауды, оң қолыңызбен әуретімізді жумауды және мұны жасаған кезде кем дегенде 3 түйір тас не кесек қолданып, сүйек пен малдың кепкен тезегін қолданбауды да үйретеді, деп жауап береді. Қысқаша айтқанда, пайғамбарлық тәрбие көрген әрбір сахаба құранша сөйлеп Әзірет Мұхаммедше өмір сүрді. Асылында сахабалар мүмін болудың кез келген пенденің басына қона бермейтін бақыт құсы екенін ішкі жан дүниесімен сезіне білді. Сондықтан олар исламды толық қабылдап, хақ дінді жаю жолындағы осынау ұлы міндетті адал атқаруға Алла мен оның елшісіне серт берді. Мүмін үшін уәдеден артық не бар десеңші? Онсыз да уәдені мүлтіксіз орындауда сахабалардан асып түсер ешкім болмады. Міне, осылайша пайғамбарымыз мінберде отырып жер бетіндегі ең ізгі жамағатты тәрбиеледі. Хира үңгіріндегі басталған хақ діннің арқасында ескілік пен надандықтың сарқыншақтары түбегейлі өзгеріп, үйлесімін жоғалтқан жаратылыс қайта жанданып сала берді. Жаңа дәуір. Үсті-үстіне орын алған оқиғалар легі мұсылмандарға жаңа дәуірдің лебін сездіреді. Көне Ясриб, Мәдина қаласы жаңаша гүлденіп, келген қонақтар мен жолаушыларды құшақ жая қарсы алды. Мұнда жолы түскендерге жергілікті халық айрықша ілтипат танытып жатты. Ал Мекке болса серппедей ширығып, Мәдинаға бас сауғалаған мұсылмандардың ел боламыз деген арманы тұншықтырудың жолын іздеп шарқ ұрды. Олар қолдан сусып бара жатқан билік пен беделді қалайда ұстап қалуды көздеді. Алайда пайғамбарымыз мұндай күнге қашаннан дайын болатын. Мәдинада пайғамбарлық мектеппен қоса мемлекеттік жүйе де қалыптасып қалған. Ислам діні аяғына нық тұрған Меккедегі жағдай. Мекке мүшриктері мұсылмандарды Ясрибтен біржола көшіріп жіберуді көздеді. Діттеген мақсаттарына жету үшін әуелі Мәдинаны билеп-төстеуді көптен бері көксеп жүрген Абдулла ибн Убай ибн Сәлүлмен байланыс орнатуға көшті. Өйткені меккеліктер олардың қолында билік бар деп ойлады. Осыған орай ибн Убайге хат жолдап, Мұхаммедті Мәдинадан қуып шықпасаңдар, елдеріңді шауып, ерлеріңді құл, әйелдеріңді күң етеміз деп қорқытты. Құрайштықтардың Абдулла ибн Убайға осылай хабар жібергенін пайғамбарымыз да естиді. Ести салысымен Абдулланы іздеп барады. Сол кезде өзі секілді бірнеше мұнафықты қасына жинап, Құрайштықтардың хабарын талқылап отырған Абдулланың үстінен түседі. Пайғамбарымызға оларға: Құрайштықтардың айтқаны менің де құлағыма жетті. Олардың қитұрқы әрекеттері мен қулық айлаларына көнігіп, өздеріңнің туғандарыңа қарсы соғыс
ашпақсыңдар ма дейді. Пайғамбарымыздың сөзінен именген олар жауыз ниеттерінен айнығандай сыңай танытып амалы құрып тарасып кетеді. Әйтсе де Абдулла ибн Үбәй райынан оңай қайтатын адам еместі. Мәдинаның билік тізгіні көзінен бал-бұл ұшқан тұста меккеліктердің қолтығына дем бүркуі үмітін қайта жаққан еді. Оның кетәрі еместігі меккеліктер үшін де оңтайлы болды. Абдулла ибн Үбәйдің қолымен от көсеп, сүттей ұйыған мұсылмандарды алауыз қылып іштен ірткі салуды көздеді. Ал пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам болса мүшриктердің құрған тұзақтарына қапыда түсіп қалмау жолдарын қарастыра бастады. Бірде Абдулла ибн Үбәй мен оның жандайшаптары әңгіме дүкен құрып отырғанда қастарына пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам келеді. Абдулла ибн Үбәй бірден Алла елшісін сөзбен қағыта бастайды. Мұнысына ренжіген Абдулла ибн Рауаха екі жаһан сардарына болыспақ болғанда көпшілік ортада жанжал туады. Оқиғаны одан ары ушықтырғысы келмеген Алла Расулы Сағат ибн Убаданың сөзіне құлақ асып кешірім танытады. Сақтық шаралары. Енді ғана іргесі қаланған ислам мемлекетінің басшысы ретінде пайғамбарымыздың алғашқы міндеттерінің бірі Меккеден қоныс аударған мұхажирлермен қоса Мәдинада оған иман келтіріп маңайына топтасқан адамдарды қорғау болды. Сондықтан меккеліктердің мұхажирлер деп мен оларға қол ұшын созып қарасқан ансарларға қысым көрсеткеніне бейжай қарай алмады. Ал Мекке мүшриктері болса қашып пысқандар бәрібір құтыла алмайды, әлі-ақ шаңырақтарын ортасына түсіретін боламыз деп мұхажирлерге доқ көрсетуден танбады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам сахабаларының жай күйін ойлағанда жарғақ құлағы жастыққа тимейтін. Сондықтан күндіз-түні нақақтан-нақақ қан төгілмеудің жолдарын қарастырумен болды. Халықтың бейбіт өмір сүргенін жан-тәнімен қалағаны соншалық, тіпті ел ішіндегі болмашы толқу мен дүрбелеңге алаңдаушылық білдіретін. Осындай түндердің бірінде Айша анамызға, шіркін, осы түні сахабаларымның арасынан мені қорғайтын біреу болса ғой деп айтқаны сол-ақ екен, үй сыртында әлде біреудің жүргені естіледі. Сөйтсе, сыртта жүрген Сағат ибн Абу Уаққас екен. Сізге бірдеңе болып қалама деп күзетуге әдейі келдім дейді. Пайғамбарымыз Сағат ибн Абу Уаққастың осынау ілтипатына разы болып, ол үшін қол жайып дұға етеді. Пайғамбарымыздың жанашырлары әсте аз еместі. Оған етене жақын болып, жанындай жақсы көретін сахабалар әрдайым жанынан табыла білді. Мәдинада мүшриктердің қастандығына тап болған тұста Алла сені қаскөй адамдардан сақтайды. Шүбәсіз Алла кәпір қауымды мақсат мұратына жеткізбейді. Аяты түседі. Сонда пайғамбарымыз әбігер болған көпшілікке: уа халайық, алаңдамай үйді-үйлеріңе тараңдар, мен Алланың қорғауындамын деген еді. Мұсылмандардың басына төнген қауіп-қатер күн өткен сайын үдейе түсті. Әншейінде басы бірікпейтін алауыз араб рулары мен тайпалары пайғамбарымызға келгенде бір жағадан бас, бір жеңнен қол шығарып, белді бекем буып қарсы шықты. Мүшриктер мұсылмандарды қайта бас көтермейтіндей етіп қырып жоймаққа тас түйін бекінді. Мұндай қым-қуыт заманда байсыз таппаған сахабалар ұйқыға бас қойғанда да мұздай қаруланып жататын болды. Бір түні мәдиналықтар тарсыл-гүрсіл шудан оянды. Қолына қару ұстаған әркім дауыс шыққан жаққа жүгіре жөнелді. Сонда елден бұрын қимылдаған пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам жалғыз өзі болған жайтты анықтап қайтады. Жолай дүрліккен көпшілікті қарсы алып, алаңдайтын дәнеңе жоқ деп басу айтады. Жүздеген жылдарға ұласқан өзара қақтығыстан қажыған Мәдинада пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам мұсылмандардың ғана емес, көпшілігі яһудилер мен мүшриктерден құралған жергілікті халықтың да мүддесі үшін алаңдады. Қауіпсіздік пен тыныштықты қалаған жергілікті халықтың өзі Алла елшісіне арқа сүйеп,
өздерінің атынан мәміле жасауға да ризашылық білдірді. Мәдина келісімі мұның айқын дәлелі. Демек, дін шеңберінде шектеліп қана қоймай, құрылысы күрделі, көп ұлтты жаңа мемлекеттің іргесін қалап, нық көркейтуге қажеттілік туындады. Әлбетте, бұл істің қиюын табу міндетті сөзсіз пайғамбарымызға жүктелгені хақ. Соғысуға рұқсат. Меккелік мүшриктер қанша жерден әлімжеттік пен зұлымдық жасаса да, мұсылмандардың оларға қарсы қару қолдануға рұқсаты жоқты. Аумалы төкпелі заманда басқа түскен қиыншылықтарға үнсіз төзе білу ерлік саналды. Мүшриктердің озбырлығына шыдай алмаған мұсылмандар пайғамбарымызға шағым айта барғанда, талай рет тауы шағылып, оларға мүшриктерден тек үндемей сырт айналып кету әмір етілгенді. Арада біраз уақыт өткеннен соң бұл әмір мүшриктерді биязы мінезбен, жұмсақ тілмен дін жолына үгіттеу керектігі баяндалған хабармен алмастырылды. Мүшриктермен соғысуға еш рұқсат берілмеді. Уақыт өте келе мәселе мүлдем шиеленісе түсті. Барша мұсылмандардың өміріне қатер төнді. Өйткені өршеленген мүшриктер мұхажирлерге ғана емес, аңсарларға да қоқан-лоққы көрсетуді көкседі. Діні үшін ел жұртынан қуылған мұсылмандардың көргені аз болғандай, Мәдинада бас сауғалағандары үшін де дауға қалды. Мұндайда қару алып қорғану ең дұрыс амал еді. Осындай алмағайып күнде жаңа уахи түсіп, Жәбірил зорлық-зомбылыққа тап болып, ел жұртынан қуылғандарға соғысуға рұқсат берілгенін жеткізді. Мүміндерге өздеріне қарсы соғыс ашқан кәпірлерге қарсы тұруға рұқсат етілді. Өйткені олар кәпірлерден әбден зәбір көріп, жәбірге ұшырады. Шүбәсіз Алланың оларға жәрдем беруге құдіреті жетеді. Бұл мұсылмандарға берілген әмір емес, тек рұқсат еді. Дегенмен меккеліктерден мезі болған мұсылмандарға оларға қарсы соғысуға мүмкіндік берілуінің өзі үлкен жетістік деп бағаланды. Жорықтар. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам ел ішіндегі саяси тұрақтылықты орнату үшін Мәдинаны ғана емес, бүкіл араб түбегін бақылауға алуды ұйғарды. Ол үшін әрине әскер жасақтау керек болды. Бұл шаралар Мәдина маңайында қауіпсіздік пен тұрақтылықты сақтау, керуен жолындағы бейбіт халықтың жәбірленуіне жол бермеу, Мәдинаға жақын маңда жинала бастаған Меккенің қарулы күштеріне тойтарыс беру, мұсылмандардың қуатты күшке айналған дұшпандарына сездіру, маңайдағы ру тайпалармен ымыраға келу, үгіт-насихат аясын кеңейту секілді тағы басқа мақсатта жүзеге асырылды. Мұхажирлердің Мәдинаға қоныс аударғанына 7 ай толғанда, құрайыштықтар Мәдинаға қарсы жорық жасауға қажетті керек жарақтарды сатып алу үшін Абу Жахил бастаған 300 кісілік керуенді жасақтап жолға шығарды. Осыны естіген Алла елшісі Әзірет Хамза бастаған 30 жігітті керуенге қарсы аттандырды. Құрайыштықтардың керуені Сайфул Бахр деген жерге таяғанда Әзірет Хамзаның жасағымен бетпе-бет келді. Мәжид ибн Амр араша түспегенде екі жақ сол жерде ұрысты бастап кететіні анық еді. Шәуәл айы болатын. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам Рамазан айындағы Әзірет Хамзаның жорығынан кейін іле-шала жақын туысы Убайда ибн Харисті 60 кісілік қолмен Абу Суфиян бастаған 200 кісілік құрайыштықтардың керуеніне қарсы жіберді. Рабих деген жерде кездескен екі жақтың әскері бір-біріне оқ жаудырып тарқасты. Әйтсе де меккеліктердің тегеурінен қаймығып, мұсылман болғандарын жария ете алмай жүрген сахабалар Утба ибн Ғазуан мен Миғдад ибн Амр осы жорықтың нәтижесінде мұсылмандар сапына өтіп, Мәдинаға қоныс аудару арманына қол жеткізеді. Осы жорықтан бір ай өткеннен соң Зилқағда айында Сағд ибн Абу Уаққас бастаған 20 кісілік қол құрайыштықтардың кезекті керуенінің ізін кесіп, Арарға дейін барып қайтады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам жорықтардан қалыс қалмай, кейбір жорықтарды өзі бастап отырды. Хижретке
бір жыл толғанда сафар айында өзінің орнына Мәдинада Сағд ибн Убаданы қалдырып тағы да Құрайштықтардың керуенінің жолын тосу үшін 70 кісілік қолмен жолға шықты. Туды әзірет Хамза ұстады. Бұл жолғы керуен мұхажирлердің Меккеде қалған аса бағалы дүниелерін артып келе жатты. Мүшриктер мұсылмандардың Меккедегі мал-мүлкі тәркілеп, оны Шам базарына апарып сатып, қару-жарақ алып келуді мақсат еткен болатын. Мұсылмандар Уадданың деген жерге жеткенде олардың суыт жүрісінен хабардар болған керуеннің алыстап кеткенін білді. Бір ауық сонда аялдаған әскер қайтуға бет алып 15 күн ішінде Мәдинаға оралды. Осы жорықтың арқасында пайғамбарымызға Әбуада жатқан Амина анамыздың басына баруға мүмкіндік туды. Осы жорықта тағы бір көңіл аударарлық жайт орын алды. Мұсылман еместігіне қарамастан Дамра тайпасының көсемі Амр ибн Махшимен пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам бітімге келді. Бұл келісім бойынша мұсылмандар мен Дамира тайпасы дін үшін болған соғыстан басқаның бәрінде бір-біріне қараласуға өзара уағдаласты. Осылайша Мәдина маңайындағы қауіпсіздік аясы кеңейе түсті. Рабиул ауал айында өзінің орнына Мәдинада Сағд ибн Муазды қалдырып, Алла Расулы 200 кісілік қолмен Умайя ибн Халаф бастаған Құрайштықтардың керуенін тосып алу үшін Буыт деген жерге дейін барды. Туды Сағд ибн Абу Уаққас ұстады. 100 кісілік керуеннің жүгі 2,5 мың түйеге артылыпты. Ендігі жерде меккеліктердің соғысқа барынша әзірлік жасап жатқаны анық болды. Осы ай ішінде Күрз ибн Жабир бастаған Құрайштықтар Мәдина маңын шауып, мұсылмандардың малына барымталап кетті. Бұл жолы орнына Зәйд ибн Харисаны қалдырған пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам 70 кісілік қолмен оларды қуып барды. Ту әзірет Әлидің қолында болатын, алайда Бәдір даласына жақын маңдағы Сафуан аңғарына жеткенде Құрайштықтардың ізін суытқанын біліп кері қайтты. Жумада әуәл айының соңғы күндерінде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам Мәдинада Әбу Сәләманы уәкіл етіп қалдырып, Туды әзірет Хамзаға ұстатып, Шамға бет алған Құрайштықтардың 30 түйелік керуенінің жолын тосу үшін жорыққа аттанды. Бұл керуен қару-жарақ әкелу үшін арнайы жарақтандырылған болатын. Соғыс өрті тұтанары белгілі болды. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам басқарған 150 кісілік қол Зул Ушайра алабына жеткенде Құрайштықтардың керуенінің бұдан бірнеше күн бұрын Шамға өтіп кеткенін біліп кері қайтты. Осы жорық барысында жол бойында қоныстанған Дамра тайпасының одақтасы Мудлиж руымен өзара бітімге келудің сәті туды. Абдулла ибн Жахштың жорығы. Хижреттен кейін 17 ай өткенде Ережеп айында Құрайштықтардың Шамға жолдаған керуені қайтатын тұста пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам жақын туысы Абдулла ибн Жахшты шақырып қолына хат ұстатты. Ол кісілік жасақпен Алла елшісі сілтеген бағытта 2 күндік жолға шыққаннан соң Абдулла хатты ашып оқып бұйрықты орындауға кірісті. Хатта өзіне Таиф пен Меккенің арасындағы Нахла деген жерге аялдап Құрайштықтардың ізін аңду міндеті тапсырылғанын білді. Нахла Меккеге тиіп тұрған жер болатын, сондықтан Алла елшісі жасақтың түпкі бағытын бәрінен жасырын ұстады. Оның сөзін сахабалар аяқасты естуші ме еді. Олар тез арада Нахлаға қарай бет алды. Дұшпанның бел ортасына бару жүрек жұтқан батылдық пен берік иманды қажет ететіні сөзсіз. Сол себептен пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам бұл сапарға ешкімді күштемеуді бұйырды. Әзірет Абдулла да жанындағы серіктеріне ешкімнің онымен бірге баруы шарт емес екенін қайта-қайта айтудан жаңылмады. Әйтсе де сахабалар тас түйін бекініп жолдан таймады.
кері қайту ешкімнің ойына да кіріп шықпады. Тек жолда бұйдасын үзіп қашқан түйені ұстауға кеткен Сағд ибн Абу Уаққас пен Утба ибн Ғазуан топтан қалып қойды. Абдулла ибн Жахш пен жолдастары Нахлада бой тасалап жатқанда Құрайш керуенінің қастарынан өтіп бара жатқанын көреді. Керуенді көре салысымен мүміндер не істейміз деп өзара ақылдаса бастайды. Өйткені Ережеп айының соңғы күні болатын, ал бұл айда арабтардың салт дәстүрі бойынша соғысуға тыйым салынған-ды. Айдың біткенін күтсе, керуен харам аймағына өтіп кетеді. Ол кезде қолдан келер қайран болмайды. Ақыры ақылдаса келе, керуенді қарап тұрып, өткізгенше тоқтатпаққа бел буады. Араларында біреуі керуенге қарай садаға тартады. Атылған оқ жазатайым Амр ибн Хадрамиге тиіп, сол сәтте-ақ жан тапсырады. Жағдай ушығып, екі жақ арасында орын алған қоян қолтық қақтығыста Осман ибн Абдулла мен Хаққам ибн Қайсан тұтқынға түсіп, Науфал ибн Абдулла ебін тауып қашып құтылады. Бұл оқиға мұсылмандар мен мүшриктер арасындағы жағдайдың барынша шиеленіскенін көрсетті. Алғаш рет бір мүшриктің қаны төгіліп, екі кісі тұтқынға алынды. Керуендегі мал-мүлік тәркіленді. Оның үстіне бұл оқиға харам айында орын алды. Абдулла ибн Жахш жасағымен Мәдинаға оралғанда пайғамбарымыз «Сендерге харам айларында соғысыңдар деген жоқпын ғой» деп өз ренішін білдіреді. Екі тұтқын мен тәркіленген мүліктер туралы шешім шығаруды да кейінге қалдырады. Сүйікті елшінің наласына қалған Абдулла ибн Жахш пен жолдастарының салы суға кетіп, істеген істеріне пұшаймен болады. Бұл арада мұсылмандардан қашып құтылған Науфал ибн Абдулла Меккеге барып, болған жайды бүге-шүгесіне дейін қалдырмай баяндайды. Бұны естіген құрайштықтар Мұхаммедтің ата-баба дәстүрін еш сақтамайтынын, мұсылмандардың харам айда кісі өлтіргенін айтып дабыл қағады. Көп ұзамай Жабірейіл періште, сондай-ақ олар сенен харам, яғни қасиетті айларда соғысудың үкімі жайлы сұрайды. Ол айда соғысу үлкен күнә деп айт. Алайда жұртты Алланың жолына түсірмей қақпалау, Алланы мойындамай күпірлік қылу және мүміндерге харам мешітін зиярат етуге тыйым салу һәм харам мешітінің халқын ол жерден қуып шығару Алланың алдында одан да үлкен күнә саналады. Ал бүлік шығару болса соғыстан, кісі өлтіруден де үлкен күнә деген аятта әкеледі. Әлбетте харам айларда соғысу харам, дегенмен адамдарды діні үшін қудалау, кіндік қаны тамған ата қонысынан қуу, бас сауғалап кеткенде соңында қалған мал-мүлкін тартып алу, харам мешіті аумағында кісі өлтіру, Алла тағаланың ең сүйікті құлына өз үйінде қастандық жасау секілді бұзақы әрекеттер де бұдан асып түспесе кем түспейтін үлкен күнәлардың қатарынан саналады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам қолға түскен тұтқындармен тілдесіп, оларды исламға мойынсұнуға шақырды. Базбір сахабалар мұның бос әурешілік екенін айтып, тұтқындарды өлтірейік десті. Алайда көп ұзамай Хаққам ибн Қайсан мұсылмандықты қабылдайды. Сонда пайғамбарлар сұлтаны тұрып, егер алдыңда айтқан сөздеріңе құлақ ассам, жаны жаһанамдық болатын еді, дейді. Әділдік пен қоғамдық қауіпсіздіктің кепілі болған ардақты елші керуеннен көз жазып қалған тағдыры беймәлім екі сахабасын ойлап алаңдады. Аталған аят түсіп, Сағд ибн Абу Уаққас пен Утба ибн Ғазуан да келіп жеткеннен кейін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам Амр ибн Хадрами үшін құрайштықтарға құн төледі. Исламды қабылдамаған Осман ибн Абдулла да Меккеге дін аман қайта оралды. Мәселе азды-көпті шешімін тапқаннан соң харам айда кісі өліміне себепкер болған үшін қатты өкініп жүрген Абдулла ибн Жахш пайғамбарымыздың құзырына келіп, «Уа Расулалла, бізде де Алла жолында күрескендерге уәде етілген сауаптан үміт ете аламыз ба?» деп сұрады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам үнсіз қалды. Сахабаның жанын жеген сауалға жауап Алладан келді.
иман еткендер, керек кезде Алла жолында хижрет еткендер және бүлікшілерге қарсы жан-тәнімен күрескендер. Міне, солар Алланың мейірімінен үміт ете алады. Алла құлдарының күнәлары қаншалықты үлкен болса да, тәубеге келгендеріне өте кешірімді, әсіресе мүмін құлдарына ерекше мейірімді. Иә, мүміндер Алла тағаладан келген осынау сүйінішті хабарларды жан дүниесіне демеу етіп, рухани кемелденуге бет бұрып жатқанда, құрайыштықтар бүгін болмаса ертең Мәдинаны шабуылдауға дайындалып жатты. Сондықтан пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам құрайыштықтардың соғысуға қажетті керек жарақтарды әкелуге Шамға жолдаған кезекті керуені туралы толық мағлұмат алуға Талха ибн Убайдулла мен Саид ибн Зайдты Шамға аттандырды. Сүйікті елші рақым пайғамбары болуымен қатар соғыс өнерінен де кенде еместі. Ол исламның беделі мен абыройына нұқсан келтірмес үшін қолдан келгеннің бәрін жасауға бейім. Соғыстың да сан қилы айла тәсілін меңгерген дана қолбасшы болатын. Алла елшісі күні бүгінге дейін жасалған жорықтары арқылы Хижаз өңірінің иесіз емес екенін һәм мұсылмандардың ешкімге оңай олжа болмасын аңдатуға ұмтылды. Оның осындай жоспарлы іс-әрекеттерінің нәтижесінде араб жазирасында біршама тыныштық орнап, жұрт әділдікке сүйенген әлеуметтік ортада еркін тыныс ала бастады.